И бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Ернар. Достар, сіздерден кешірім сұраймын. Бұл выживание бірінші бөлім. Бірақ неге мынандай заттар тұр деп ойласаңыздар, мен выживание түсірмеймін дедім бірінші. Выживание еттім, сөйттім, бүкіл заттар таптым, мынандай заттар таптым. Бонусы не сундукты аштым. Сондай таптым. И өзіме үй жасап алдым шағын ғана. И мынандай факелдер қойып шықтым. Мынандай қойылмапты. Достар, мен бұның бәрін творчествомен жасаған жоқпын. Шынымды айтайын. Енді мен үйімнің крышасын жасайын деп жатырмын. Мынандай березовый доскимен. Және мен есікті қоқып қойған едім. Айтпақшы, мен бар тапқан. Әрине тапқан железаларымды. Шақты, бақты, бүкіліне достар барықтым. Сондағысы төрт-ақ железа таптым. Бүкіл жерді де қойттым. Железем қайда? Түркен ғой. Так, ненің орын? Мынаны қоя салайық. Так, тамақ пісіпті. Железаны қойып қоямыз да. Ал енді достар, кеттім мен. Бұның бәрін достар шын творчествомен істеген жоқ. Мына дубтың аяқтарларын алдым. Қажет. О, сиыр. Сиырды маған кос керек. Кожадан мен кожаный не жасай аламын. Менде қанша кожа бар? 3 ма? Или 2 шақты дайма бар еді. Я 2 екен. Так, кожаный неге қанша керек? 3 керек екен. Мынаған 2 керек екен. Штаниға. Мынаны жасау үшін не керек осы? Достар, менде железа жоқ. Так, железаны қайнатып отыр. Болды. Достар, мен железаны не істесем болады? Пакетін орнына қойын. Железінде слитокқа не істесем болады? Кирка істейін ба? Желез топор істейінші, топорым сынып жатыр. Ал бір не тұра берсін, бір железа тұра берсін. Бірінші маған топор керек. Железный топор. Щит жасап алайын ба, достар? Келеді екен ғой. Үшеуіне не жасап алсам? Топор. Мен ағаш жоқ екен ғой. Ағаш менде толып жатыр деп айтпай қойын, енді шлей. Неге шығып кеттім мен жаңа? Бүйтеміз. Топорды аламыз, создать. Міне достар, железный топор. Так, бұл топорды ненің үстіне қоямыз. Кожаны сақ қоямыз. Так, бір железаға мен щит жасайтын боламын. Ес, достар, щит, міне. Так, мынаны бұлтам сақ қояйық. Ес, щит сатып алдым, достар, щит. Так, мынаны қазір түріп жіберем. Бұлға түріп жіберем. Қайнатып жіберейін. Қайнай берсен, мен тағыдағы жұмысын істеп қайтайын. Қазір достар, факелдің орнына қоямыз. Ал тоқты жабатын боламыз. Мен өте экономи еттім деп тұр. Сол үшін мен бұлай жабатын болам. Мұнында қалып кетсем та. Ал.
Блин, сиыр кетіп бара жатыр. Достар, мына жерде де сиыр тұр. Өлтірейін ба барып? Үш күні басқа жерлерден де табылады ғой. Бірінші бөлім, екінші бөлім күтіңіздер. Лайк басып, комментарий жазыңыздар. Және қызыл батырмасын сұр батырмаға ауыстырыңыздар, достар. Ой, әкеңіз жақсы боласай. Туй, достар. Тез алып тастайыншы. Өзім потолокпен астын железа не березаны доптен жасағым келді. Ал шатырын істеймін. Достар, давай шатырын келесі бөлімге қалдырайық. Келесі бөлімде сол үйдің шатырын істейтін боламыз. Ё-моё, достар, скелет. Бол, қыстым. Кете, скелет. Скелет тұр, Мұның жүгері батыр еді, скелет тұр. Достар, қыз. Не, бергеші. Тамы жағайчы. Қайсы? Ё-моё. Ұйқы бермедіңдер ғой адамға. Ұйықтап алайық, достар. Сынақ құтын. Кімді құтын? Маған келе алмайып қалды бақсы. Кім атылған жаңыз келді? Қата қалды. Достар, мен есік сындырма деймін, өйткені есікіне түспеді. Садақтың оғы түспаған. Сол үшін сындырып қайтып. Достар, міне менің үйім. Келесі бөлімде менде березаны дуб бітіп қалды. Келесі бөлімде шатыр істейміз және полублокпен жерді істейтін боламыз. Сіздермен болған мен Ернұр. Қош сау болыңыздар, достар. Айтпақшы, достар, комментарий жазып, лайк басып және сұр кнопканы мынандай қызыл кнопкаға ауыстырыңыздар, достар. Сіздермен болған мен Ернұр. Сау, қош болыңыздар.